Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысы Искакова Жанна Жұмабекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мұражай, көрме. Сабақтың мақсаты мұражайлар туралы мәтіндермен жұмыс істей отыра студенттердің білімдерін арттыру, ойларын үш тілде жеткізуге машықтандыру, студенттердің өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін дамыту, білім мен білік дағдысын қалыптастыру. Фильм дидактикасы. Яғни қазіргі көрсетілетін фильмге дейінгі сұрақтарға жауап жазасыздар. Мұражай деген не? Көрме дегенді қалай түсінесіздер? Қандай мұражайларды білесіздер? Қазіргі бейнефильмді мұқият қараңыздар да сұрақтарға жауап беруге дайындалып отырыңыздар. Бейнелеу өнері мұражайы 1989 жылы тарихи өлкетану мұражайының бейнелеу өнері бөлімінің негізінде ашылды. Мұражай орналасқан ғимарат республикалық маңызы бар 19 ғасырдағы сәулет өнерінің ескерткіші болып табылады. Алғашқы топтамалары Қазақстан суретшілерінің кескіндеме туындылары, графика, мүсін өнері 60 жылдары Алматы қаласының картина галереясына тапсырылады. Топтамалар негізгі бөлігін графика бөлімі, атақты шығармашылығы, Фаворский, Поплавский және тағы басқа құрайды. Кескіндеме бөлімінің негізгі бөлігін Қазақстан шеберлері Қастеев, Хлудов, Исмаилов, Жәрденовтердің жұмыстары құрайды. Абылай ханның резиденциясы Петропавл қаласында орналасқан ханның мұражайлық кешені. 2008 жылы 20 тамызда резиденция Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен ашылды. Экспозиция негізі 19-ғы Қазақстанның мемлекет және қоғам қайраткері Абылай ханның өмірі мен іс-әрекеттері жөнінде. Фильмнен кейінгі тапсырма. Фильмнен не көрдіңіздер? Қандай мұражайлар айтылды? Мұражайдың маңызы қандай? Осы берілген сұрақтарға жауап жазып жіберіңіздер. Көшпелілер Орхон Енисей жазбаларынан басқа ештеңе дүниеге әкелмесе де, әлемдік мәдениетке қомақты үлес қосқан халықтар арасынан ойып орын сұрауға хақылы. Олар бізге керемет храмдар мұраға қалдырған жоқ. Олар оқ-дәрі де қағазды ойлап тапқан жоқ. Бірақ тасқа мәңгілікке қашалған немесе халық зердесінде бағзыдан сақталған әдеби ой солардан кем маңызды мәдениет элементтер деп кім айта алады деп Олжас Сүлейменов айтып кеткен. Олжас Сүлейменов орыс тілді қазақ ақыны, тілтанушы, саясаткер, ядролық қару-жарақтарды жаппай қолдануға қарсы тұрушы, төтенше және өкілетті елші, қазақтың еңбек ері. Алдарыңызға бірнеше еңбектері берілген. Қазір қобдишадан өткен сабақтағы өткен сөздер шығады. Егер қазақ тілінде шықса, орыс ағылшын тілінде, ағылшын тілінде шықса, қазақша орыс тілінде және орыс тілінде шықса, қазақша ағылшын тілінде жазасыздар. Around. Вокруг, айнала. Сарқырап аққан бұлақ суы. Ағылшынша және орысша жазасыздар. Miss. Қазақша орысша жазасыздар. Village. Көргенше асығамын. Таң қаласың. Равнины. Горячо. Бұл сөздерді сіздермен өткен сабақта өткен болатынбыз. Сондықтан мүдірместен жазасыздар деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта қолданылатын жаңа сөздер. Мұражай, музей, ағылшын тілінде museum. Көрме, выставка, exhibition. Естелік, память, memory. Көне, древний, ancient. Сәулет, архитектура, architecture. Көркем, художественный, artistic. Кешен, комплекс, complex. Осы жаңа сөздерді қолданып, бірнеше сөз тіркестерін құраңыздар. Абылай хан резиденциясы. Абылай қазақ ордасының ханы, қазақ мемлекеттігінің тарихындағы ұлы мемлекет қайраткері. Абылай ханның арғы ата тегі Шыңғыс ханның ұлы, Жошы ханның ұрпағы. Әйгілі қазақ ордасының негізін қалаушы Әз Жәнібектен шыққан.
Ол ақылды саясаткер, сауатты дипломат, талантты қолбасшы. 1771 жылы Түркістан қаласында 300-дің хандары, сұлтандары, батырлары бір хандықтың астына бірігіп, Абылайды Қазақ хандығының хан етіп көтерді. Абылайдың ақ үйі Абылай ханның Петропавл қаласындағы ордасы, тарихи ескерткіш. 2008 жылы 21 тамызында резиденция елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен ашылды. Кешен құрамына Абылай ханның үйі, Абылай ханның кеңсесі, келушілерге арналған үй және монша кіреді. Юзефовичтің үйі облыстық көркемөнер мұражайы. Көпес Юзефович Петропавлда ең ықпалды адамдардың бірі болды. Оның ерекше үйі ағаш сәулет ескерткіші 20 ғасырдың басындағы Петропавл элитасының талғамы туралы жарқын түсінік береді. Мұнда 1984 жылы ашылған облыстық көркемөнер мұражайы орналасқан. Оның экспонаттарының арқасында өлке мәдениет туралы жалпы түсінік алуға болады. Мұнда 5000-нан астам экспонат ұсынылған. Владимир Фаборский, Рудольф Хачатрян, Әбілхан Кастеев, Әбубәкір Исмаилов, Николай Хлудов еңбектері, түрлі мүсіндер мен графика, сәндік қолданбалы өнер заттары, этнография заттары. Көрме дегеніміз не? Көрме белгілі бір қоғамның не жеке адамның материалдық және рухани жетістіктерін көпшілікке көрсету. Көрменің түрлері алдына қойған мақсатына қарай сауда, ғылыми-техникалық, өндіріс, құрылыс көрмелері болады. Көрмелер қатысушылар құрамына қарай дүниежүзілік, халықаралық, аймақтық көрме ретінде ұйымдастырылады. Мысалы, экспо дегеніміз индустрияландырудың нышаны және техникалық-технологиялық табыстарды көрсету үшін ашық алаң болып табылатын халықаралық көрме. Жаңағы берілген мәтіндер бойынша тапсырма. Сызбаны толтырасыздар. Мен немін? Мысалы, мұражай. Мен туралы адамдар не ойлайды? Тарихи ғимарат. Менің 3 қасиетім, яғни қандай қасиеттері бар деп ойлайсыздар? Менде болатын шаралар. Яғни сіздер жоғарыда берілген көркемөнер мұражайы мен Абылай хан резиденциясы жайлы жазасыздар. Қазақтың ұлттық аспабы жетіген. Бұлай аталу себебі оның 7 шегі бар. Қазақ халқында 7 саны қасиетті болып табылады. Оған қатысты ұғымдар бар. 7 ата, 7 жұт, 7 жоқ, 7 қазына, әлемнің 7 кереметі. Мұқият оқып, естеріңізге сақтап алыңыздар. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау септігі кім не, жетіген. Ілік септігі кімнің ненің, мысалы жетігеннің. Барыс септігі кімге, неге, жетігенге. Табыс септігі кімді, нені, жетігенді. Жатыс септігі кімде, неде, жетігенде. Шығыс септігі кімнен, неден, жетігеннен. Көмектес септігі кіммен, немен, жетігенмен. Тапсырма. Сөйлемдердегі жақша ішіндегі зат есімдерге қажет септіктің қосымшасын жалғап, көшіріп жазыңыздар. Мысалы, құндыздың терісі аса құнды болады. Дың ілік септігінің жалғауы. Сол сияқты ары қарай жалғастырып жаза бересіздер. Білгеніңді пайдалан. Мақалдарды төменде берілген қажет сөздермен толықтырып көшіріп жазыңыздар. Мысалы, туған жердің түтіні де ыстық. Сол сияқты ары қарай жалғастырып жазасыздар. Сұрақ жауап. Сіздерге true or false, яғни дұрыс және бұрыс екенін айту керексіздер. Петропавл қаласында Тәуке ханның резиденциясы бар. True or false, яғни дұрыс па жоқ па екенін жауап жазасыздар. Көркемөнер мұражайында суреттер көп. True or false. 2008 жылы Абай мен Пушкин мұражайы ашылды. True or false. 2006 жылы Абылай хан резиденциясы ашылды. True or false. Орхон Енисей жазбалары Қазақстанда табылды. True or false. Петропавлда Погоня атындағы театр бар. True or false.
яғни түсінгендеріңіздей дұрыс бұрыс екенін жазып жібересіздер. Үйге тапсырма. Қаламыздағы тарихи ғимараттар жайлы мәліметтер жинайсыздар және жазып жібересіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.